Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда 100 подписчик болуына орай осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, өте дәмді, өте тез дайындалатын Наполеон тортын пісірген болатынмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тек қана май, ұн және де бір жұмыртқа қажет. Ең алдымен теркінің үлкен тісінен қатып тұрған, морозильникте қатып тұрған сары майымызды теркінің үлкен тісінен өткізіп аламыз. Сары майымыз міндетті түрде морозильниктен шығу қажет. Егер сіздердің майларыңыз холодильникте тұрған болса, 1 сағат бұрын алып морозильникке салып қойыңыздар. Сары майымыздың майлылығы маңызды емес, ең бастысы жақсы сары май болса болғаны. Ендігі кезекте ұнымыз бен сары майымызды осылай қолымызбен уқалап крошка жасауымыз керек. Қолдарыңызбен жасалғыңыз келмесе, осылай теркінің көмегімен жасасаңыздар болады. Бұл жерде ең бастысы ұзақ араластыруға мүлдем болмайды, себебі сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Сары майымыз мүлдем ерімеуі қажет. Егер сары майымыз еріп кететін болса, онда кейіннен коржиктарымыз қаттылау болып шығады. Егер еріп кеткен жағдайда жай ғана ұнымыз бен майымызды алып, кішкене морозильникке сала тұрыңыздар. Содан кейін жалғастыра беруге болады. Енді видеода көрсетілгендей осындай стаканға, міндетті түрде стаканға жұмыртқаны жарамыз, және де 1 столовый ложка уксус құйып, жарты қасық тұз салып, жақсылап бәрін вилкамен араластырамыз. Жұмыртқамыз бен уксусымызды араластырып болғаннан кейін үстіне сап-салқын су құямыз. Және де бәрін жақсылап араластырып аламыз. Достар, мен қажетті ингредиенттердің нақты құрамын видеоның астына описанияға жазып қойған болатынмын. Ендігі кезекте ұнымыздың ортасында осылай ойыс жасап, стаканымыздағы жұмыртқа мен суды құйып, жақсылап араластырамыз. Ұзақ уақыт араластыруға мүлдем болмайды, жай ғана ұнымыз бен жұмыртқамыз бір-біріне қосылып, қамыр болу керек. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнап жатырған болса, менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып қойыңыздар. Тіркелгеннен кейін подписка сөзінің қасында колокольчик болады, соны да басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа шыққан видеоларымды ең бірінші болып көре аласыздар. Енді қамырымызды осылай сопақша етіп жайып, 8-9 бөлікке бөліп, домалақтап бір тарелкеге салып, холодильникке салып қоюымыз қажет. Бірнеше бөлікке бөлген қамырымыздың бір бөлігін алып, осылай столдың үстіне немесе бірден пергамент қағазына жайып, дөңгелек формасын беруіміз қажет. Дөңгелек формасын беру міндетті емес, сіздер өздеріңіз қалаған форманы берсеңіздер болады. Жайып жатырған кезде ұнды көп себе бермеңіздер, себебі ұнды көп сеуіп қоятын болсаңыздар, қамырымыз қатты болып кетеді. Осылай жақсылап жұқалап жаямыз, қалыңдығы 3-4 мм болуы қажет. Достар, сіздерден өтінерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Менің каналыма тіркелгеннен кейін подписка сөзінің қасында колокольчиктің суреті тұрады. Сол колокольчикті бассаңыздар, менің әр шыққан жаңа видеомды сіздер ең бірінші болып көре аласыздар. Міне дөңгелек формасын бергеннен кейін артық қалған қамырды бір-біріне осылай қосып, холодильникке қалған тестінің қасына қосып қоямыз. Кейіннен сол тестадан тағы бір коржик жасауға болады. Ендігі кезекте торттың кремін жасайтын боламыз. Мен ең оңай кремді жасайтын боламын. Ол қаймақ пен сгущенкадан жасалады. Ең алдымен қаймақты осылай ыдысымызға салып аламыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болуы керек. Және де сгущенка қосамыз. Мен сгущенканың дәмін банан қосылғанмен алдым. Сіздер обычный сгущенканы қолдансаңыздар болады. Енді осылай венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте тортымызды жинаймыз. Ең алдымен бірінші коржымызды піскен осылай тарелкеге салып, үстіне 2-3 қасық қаймағымыздан, яғни кремімізден салып, осылай жағып шығамыз. Ар жағы енді өте оңай, өздеріңіз білетіндей, крем, корж жағып қайталай береміз. Тортымызды жинап жатырғанда корждың үстіне баспауға тырысыңыздар. Егер басып қалатын болсаңыздар, корждарымыз сынып кетуі мүмкін. Сондықтан да сындырмай жинауға тырысыңыздар. Міне қараңыздар, осындай болып шықты, өте биік көріп тұрғандарыңыздай. Енді тортымызды подпирасын қою керек. Ол үшін ең алдымен тортымыздың үстіне тақтай қойып, 2 қолымызбен жақсылап басамыз. Ақырындап, сәл-сәлден басуға тырысыңыздар, бірден қатты баспаңыздар.
Егер бірден қатты басатын болсаңыздар, тортымыздың бәрі сынып, жан-жаққа ұшып кетеді. Сондықтан да жайлап, аккуратны басыңыздар. Қолымызбен басып болғаннан кейін тақтайдың үстіне су құйылған ыдыс қойып қоямыз. Тортымыздың биіктігі отырды кішкене. Осындай болып қалды биіктігі. Бірақ ол ештеңе етпейді. Себебі торттың биіктігі торттың дәміне ешқандай да зиянын келтірмейді. Жаңа ғана видеода көргендеріңіз, ол менде қалған қамыр, соларды 4 бөлшек етіп кестім де пісіріп алған болатынмын. Енді оларды крошка етіп, осылай торттың бетіне сеуіп қоямыз. Сол кезде өте әдемі болып тұрады. Енді тортымызды 1-2 сағатқа пропиткаға қойып қоюымыз керек. Алайда мен шыдай алмай сіздерге көрсету үшін тортты кесіп қойған болатынмын. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп қоюларыңызды сұраймын.